көп адамдар түсінбей жатады, 16-8 деген қалай, ол қалай жүреді, қалай біз ол кезде ашығамыз деп. 16-8 системасы бұл интервалды ашығудың бірінші баспалдағы десек те болады. Бұл оңай, ұстануға оңай болады. Көбіне уже денсаулықтарында проблемасы бар адамдар осы 16-8 бен аптасына 5 күн, 6 күн ұстанып, өздерінің ағзаларын үйретулеріне болады. Ашығу деген кезде біз міндетті түрде оны салмақ тастаумен байланыстырамыз. Негізгі ашығу деген бұл біздің ағзамыздың толық қанды тазалануы, клеткаларымыздың. Білесіздер, ағза бізде мыңдаған клеткалардан тұрады. Ол клеткалар жылдар өте келе ластанады. Ластанған клетка дұрыс бөлінбейді. Солай адамның денесінде әртүрлі аурулар пайда болады. Қалай сіздің клеткаларыңыз тазарып, жаңарып, жақсы жақтарға жұмыс жасаған кезде сізде ешқандай да аурудың нышаны да белгісі де білінбейді. Сол себепті де біз бірінші кезекте клеткаларымызды таза ұстауға, ішек құрылысымызды, әсіресе ішектегі бүрлерімізді таза ұстауға әрекет жасасақ, әрине ағза бізге, денсаулық бізге ұзақ уақытқа жұмыс жасайды. Енді 16-8-ді қарапайым түрде 16 сағат біз ашығамыз, оның 8 сағатында тамақтанамыз. 8 сағаты бұл азанғы уақыт, яғни азанғы тамақты жейсіз, обедкі, түскі тамақты жейсіз, кешкі тамақты жемейсіз. Қай кезден бастап сіз тамақтанасыз? Мысалға, біреулер 9-дан бастап тамақтанады, біреулер таңғы 7-де тамақтанады. Сол тамақтанған уақытыңыздан бастап уақытты санайсыз 8 сағатты. 7-де тамақтанып бастасаңыз 8 сағат санаған кезде ол сағат 3-ге барады. 3-тен кейін сіздер тамақтанбау керексіздер. Сол аралықта, тамақтанып алған аралықтың арасында су ішу міндетті. Енді 3-тен кейін тамақтанбағаннан кейін жатқанға дейін сіздер су іше аласыздар. Су ішкен кезде де судың нормасымен, бір ішкен кезде 1 литр суды ішіп тастау міндетті емес, 1 стакан судан, жылы судан ішіп, сіңдіріп, солай ағзаны үйретуге болады. Қалай сіздер осы 16-8 тәсілін үйреніп алғаннан кейін интервалды ашығудың бірінші баспалдағы деп айтып жатырмын ғой, сосын кейін барып 20-4-ге өте аласыздар. Ол дегеніміз 20 сағат ашығамыз, 4 сағатында тамақтанамыз. 20-4-ті меңгеріп алғаннан кейін 23-1-ге солай біз емдік ашығуға келеміз. Емдік ашығу дегеніміз бұл 7 күн бойы адамның тамақ ішпей тек қана су ішу арқылы өзінің денсаулығын, ағзасын тазарту. Жалпы былай айтқан кезде оңай сияқты, бірақ адам бұған іштей дайын болу керек. Іштей бұл нәрсеге дайын болу керек. Өз-өзін психологический түрде дайындаған кезде бұл тәсілді оңай түрде меңгеріп алып шығады және осы системадан кейін жақсы результат көреді.